Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Әнуар Исмаилов атындағы кәсіптік колледжінің дене тәрбиесі және спорт пәнінің оқытушысы Исанов Азизхан Сабитович. Бүгінгі біздің ашық сабағымыздың тақырыбы акробатикалық жаттығулар. Акробатика аяқтың ұшымен жүремін, өрмелеймін деген мағынаны білдіреді. Күш жұмсайтын, орындалатын дене шынықтыру жаттығуларының бір түрі. Цирк өнерінің жанры күш жұмсау, секіру арқылы орындалады. Спорттық гимнастика акробатиканың біздің заманымыздан бұрын шамамен 2300 жылы ежелгі Мысырда, Грекияда, тағы басқа елдерде пайда болды. Акробатикалық жаттығулар алғаш қалаларда, ашық алаңдарында, базарларында орындалды. Бірден келе цирк аренасына көшіп, жаттығулар күрделене бастады. Акробатика қазір спорттың кең тараған бір түрі. Қазақстанда спорттық акробатика 1933 жылдан тарай бастады, және одан тұңғыш чемпионат 1949 жылы өткізілді. Сабақтың мақсатын бөлімге бөліп аламыз. Барлық оқушылар орындай алады. Акробатика ұғымының өмірдегі маңыздылығын біледі, қауіпсіздік ережелерін сақтайды. Оқушылардың көпшілігі орындай алады. Акробатикалық жаттығу түрлерін үйренеді, икемделеді. Домалап түсу, жауырынға тұру, қарлығаш бейнесін жасай алады. Кейбір оқушылар орындай алады. Акробатикалық жаттығу түрлері көпір бейнесі мен кәрзеңке бейнесін салады. Қауіпсіздік ережелеріне тоқталатын болсақ, сабақ кезінде сіз тәртіп сақтап, мұғалімнің нұсқауын қатаң сақтауыңыз керек. Келесі талаптарға жауап беретін бірыңғай қара спорттық киім болу керек. Форма таза және жинақы, ылғалды жақсы сіңіріп, ауа өткізіп, ыңғайлы және еркін қозғалуы керек. Ағыммен жаттығулар жасаған кезде бірінің соң бірі жеткілікті аралықтарды сақтау керек. Акробатикалық жаттығуларды сальто, дөңгелектер, көпірлер, соққылар, акробатикалық секірулер орындау кезінде гимнастикалық төсеніштерді қолдану қажет. Оқушылардың акробатикалық жаттығуларын орындау кезінде қауіпсіз қашықтықты өту керек. Жарақаттану жағдайларын созылу, көгеру, дислокация, миының шайқалуы болдырмау үшін мұғалімнің нұсқауларын қатаң сақтау керек. Сабақ басында міндетті түрде жылытуды ұмытпаңыз. Акробатикалық жаттығулар жасағанда аяғыңызға ақырын қоныңыз, серіппелі отырыңыз. Белоксыз күрделі акробатикалық жаттығуларды жасамаңыз. Акробатика үш түрге бөлінеді. Спорт акробатика, цирк акробатикасы және арнайы акробатика. Спорттық акробатикаға тоқталып кететін болсақ, спорттың ең әсерлі түрі. Мұнда спортшылар музыканың сүйемелдеу мен икемділікке, теңгерім мен күшке арналған жаттығулар көрсетеді. Түрлі айналу тұру, 180 градус және тіпті 360 градусқа да аударылулары орындайды. Спорттық акробатикамен айналысатын спортшылар батылдығымен, әртістік қабілеттерімен, күшті жігерімен, зейінділігімен, көпшілігімен және тәртіптілігімен ерекшеленеді. Акробатикалық элементтерді орындау кезде үнемі жағдайда бақылауды ұстау керек. Олардың өмірде де жинақты болуларына және өз эмоцияларын басқаруына көмектеседі. Спорттық акробатиканың жағымды жақтары көп. Ол денені тік ұстауды қалыптастырады, баланың физикалық және психологиялық дамытады. Цирк акробатикасы гимнастиканың бір түрі. Оның элементтері ешқандай спорттық құрал жабдықсыз орындалады. Гимнастиканың басқа түрлері сияқты, цирк акробатикасы спортшыдан зор дене күшін, икемділік пен төзімділікті талап етеді. Әдетте цирк акробаттары өздерін қалыпқа келтіру үшін ауыр жаттығулардан өтеді. Цирк акробатикасының кейбір түрлері олимпиада ойындарының белгілі бөлігі болып табылады және көрермендерге өте танымал. Ежелгі гректер мен римдіктер өздерінің физикалық дайындығы мен спорттық шеберліктерін көрсету үшін цирк акробатикасының элементтерін орындағаны белгілі. Арнайы акробатикаға келетін болсақ, акробатиканың бұл түрі спорттың әр түрінен немесе әр түрлі би түрлерінен спортшыларды жаттықтыру үшін
қолданылады. Яғни шын мәнінде бұл белгілі бір спортта немесе биде қолданылатын әртүрлі акробатикалық элементтер, секірулер, орамдар, сальтолар және тағы басқалар. Акробатиканың пайдасы: акробатика баланың артық энергиясын жұмсауға таптырмас тәсіл. Бұл басқа спорт түрлерімен салыстырғанда көп күш талап етеді. Қиын трюктерді орындау үшін біршама энергияны сыртқа шығаруға тура келеді. Бір сөзбен айтқанда, баланың басқа нәрсеге басын бұрып қарауға шамасы да болмайды. Сұрақ: бұл жақсы ма әлде жаман ба деген. Бір ай жаттығуға қатысқан балада мықты бұлшықет белбеуі мен әдемі мүсін пайда болады. Бұл әсіресе көп уақытын артық қимылсыз мектеп партасында өткізетін болашақ оқушыларға өте пайдалы. Кішкентай акробаттың өмірде де іс-қимылы да әдемі болады. Ол жаттығудан тыс ойнап жүгіріп, абайсыз да құлап жатса, жарақат алмайтындай жермен жанаса біледі. Акробатика басқа спорт түрімен салыстырғанда координацияны дамытып, ептілік пен шыдамдылыққа үйретеді. Ебедейсіз баланың өз бірнеше жаттығудан соң дұрыстап жүретін болады. Сол сияқты бұл спорт аппараты жаттықтыруға көп көмегін тигізеді. Акробатиканың зиянына келетін болсақ, расында акробатика қауіпті спорт түрі, бірақ біз бала жарақат алып қалмас үшін барлығын жасаймыз. Ұзақ уақыт бойы денені қыздырып, бұлшықет тонусымен айналысамыз. Бірден акробатикалық элементтерді жасауға көшпейміз. Баланың физикалық денсаулығын мықты болғанына көп уақытымызды арнаймыз. Бала дайын болған кезде ғана күрделі жаттығулар жасауы керек. Қиын жаттығулар жасап, бірден жарақат алып қалғанша физикалық дайындықта ұзағырақ тежеліп қалғанымыз жақсы. Жоғары разрядтағы жарақаттан қашып құтылу қиыннан қиыны. Десе де ол кезде балалар қауіп-қатерден құтылудың амалдарын біліп тұрады дейді. Бала жаттығу залында ғана емес, өз достарымен ойнап жүріп, аяғын қайырып, қолын шығарып алуы мүмкін. Сол себепті акробатика жарақатқа толы екен де, бұл спорт түрінен айналып өтпегендеріңіз дұрыс болар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.